Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Үлпілдеген бауырсақ пісіреміз. Ол үшін жылы сүтімізге қантымызды, аштығымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін тұзымызды, майонезімізді, жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізіп, ұнымызды ақырынан қосып, жүп-жұмсақ қылдырып қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін бауырсағымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнымызды сеуіп, қамырымызды 1 см қылдырып, жайып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша форма жасасаңыздар болады. Дайындап қойған формаларымызды тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қызып тұрған майда бауырсағымыздың екі жағын пісіріп аламыз. Жұмсақ әрі тез дайындалатын үлпілдеген біздің бауырсағымыз дайын. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Лайк, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Дастарханыңызда ерекше көзге түсетін рок изобилия формасын жасаймыз. Ол үшін қамырымызды жұқа қылдырып оқтаулап аламыз. Оқтаулап болғаннан кейін әр бөлігін жұқалап кесіп аламыз. Формасын мен фольгадан жасадым. Сіздер де фольгадан жасасаңыздар болады. Қамырымызды видеодағындай қылып формамыздың сыртына жабыстырып отырамыз. Формамыз дайын болғаннан кейін үстіне жұмыртқа жағамыз. Үстіне мак сеуіп, қызып тұрған пешке дайын болғанша пісіріп аламыз. Әбден суығанша формасынан алмаймыз. Суып болғаннан кейін формасын ақырын шешіп аламыз. Жасалған формамыздың ішіне самса немесе басқа да бәліштеріңізді қойсаңыздар болады. Мен өзім бауырсақты салдым. Тез әрі әдемі, жүп-жұмсақ болып шығады. Рок изобилиямыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіз, дастархандардың сәнін келтіреді. Менің каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий күтемін. Рахмет.